Бүгін біз Бермуд штатындағы ең жұмақ оқиғалардың бірі туралы айтып өтеміз. 1950 жылдары жоғалған ұшақтың 40 жылдан кейін табылуы бұл әлі күнге дейін шешілмеген құпиялардың бірі. Бүгін біз осы оқиғаның мән-жайын білетін боламыз. 1950 жылдардың сонында Бермуд штаты аумағында ерекше және жұмбақ оқиға орын алды. Бұл оқиға әлемдік авиация тарихындағы ең таңғажайып және түсініксіз оқиғалардың бірі ретінде қалды. Бір ұшақ белгісіз себептермен радардан жоғалып, радио байланысқа шықпай қалды. Ұшақтың жоғалуына ешқандай белгі болмады, әрі ол бірнеше ай бойы іздестірілді. Бірақ іздестіру жұмыстарынан ешқандай нәтиже шықпады. Бұл оқиға әлемнің бірнеше елінің кеңінен талқыланды, ал адамдар бұны түрлі болжамдармен түсіндірді. Ұшақтың жоғалуының артында қандай да бір табиғи құбылыстардың болуы мүмкін деген болжамдар айтылды. Бірінші теория бойынша, Бермуд штатының магниттік аномалиялары ұшақтың электронды жүйелеріне әсер етіп, оның радардан жоғалуына себеп болуы мүмкін деген пікірлері бар. Ал екінші теория ұшақтың жоғалуына ауа райының күрт өзгеруімен байланыстырылды. Үшіншісі тіпті ғарыштық уақыт ауытқулары мен параллель әлемдегі өту мүмкіндігін қарастырды. 40 жылдан кейін ұшақтың аман-есен табылғаны туралы хабар тарады. Ол Бермуд штатының ортасында емес, бірақ айналасындағы басқа аймақтан табылды. Ұшақтың ішінде ешқандай адам тірі болған жоқ, бірақ ұшақтың өзі жақсы сақталған күйде болды. Бұл оқиға ғылыми қауымдастыққа көптеген сұрақтарды туындатты. Себебі ұшақтың 40 жыл бойы жоғалып кеткенінен кейін қайта пайда болуы табиғат заңдылығына сәйкес келмейді. Ғалымдар бұл оқиғаға қатысты әртүрлі теориялар ұсынды, бірақ нақты түсініктеме жоқ. Кейбіреулері бұл ұшақтың жоғалуы мен қайта табылуының тек табиғи құбылыстармен түсіндірсе, басқалары Бермуд штатының ерекше қасиеттері немесе тіпті параллель әлемдермен байланысы болуы мүмкін деп болжады. Алайда, бұл жұмбақ оқиға бүгінгі күнге дейін толық зерттелмеген және түсіндірілмеген құбылыс болып қала береді.